Сәлеметсіңдер ме, балалар? Сәлеметсіз бе, мұғалім? Отырыңдар, балалар. Бүгін қандай сабақ? Қазақ тілі сабағы. Дұрыс, балалар. Қазақ тілі нешінші сабақ? Қазақ тілі үшінші сабақ. Қазақ тілі үшінші сабақ. Дұрыс, балалар. Бүгін аптаның қай күні? Бүгін аптаның қай күні? Не неделе? Дүйсенбі, балалар. Бүгін дүйсенбі. Жақсы, балалар. Жақсы. Сабаққа бүгін көңіл күйіміз қандай? Жақсы. Жақсы, балалар. Жақсы болса, бір-бірімізге жақсы тілек айтамыз. Жақсы тілек айтамыз. Мен біріне жансыз тілеймін. Мен біріне қуаныш тілеймін. Мен біріне мейірім тілеймін. Мен біріне шошақты тон тілеймін. Мен біріне шуақты күн тілеймін. Мен біріне денсаулық тілеймін. Мен біріне қуаныш тілеймін. Мен біріне мейірім тілеймін. Мен біріне шуақты күн тілеймін. Мен біріне көңілді мереке тілеймін. Жақсы, балалар. Жақсы, балалар. Бір-бірімізге жақсы тілек айтты. Енді, балалар, мынадай сұраққа жауап береміз. Қазір қай жыл мезгілі келді? Енді жаз бастады. Жақсы. Жазда біз не істейміз, балалар? Что мы делаем летом? Так, жақсы. Балалар, келесі. Так, жақсы. Көзге шомыламыз. Жақсы, балалар. Жақсы. Енді, балалар, тақтаға көңіл аударамыз, балалар. Демалыс сөзіне ассоциация. Жақсы, балалар. Сонымен, балалар, біздің тақырыбымыз кім қайда демалады? Итак, у нас тема урока, значит, кім қайда демалады? Жақсы, балалар. Жаңа сөздермен танысамыз. Так, сабақтың мақсаты, балалар, мәтіндегі оқиғалардың ретін анықтаймын, тірек сөздерге сүйеніп, өз ойымды жеткіземін. Жаңа сөздер, балалар, танысамыз. Жоспар, план, таныс, знакомый, арала, обходи, шипажай, санаторий. Ал, балалар, оқимыз. Читаем, балалар. Жоспар, план, таныс, знакомый, арала, обходи, шипажай, санаторий. Жақсы, балалар. Ал, енді кім Боба орысша оқиды, Боба орысша на русском читает. Тақтаға қараңыз. Жоспар, На план, русском. знакомый, обходи, санаторий. Хорошо. Келесі Герман қазақша оқы. Бұл сөздерді. Таныс, арала, шипажай. Жақсы, балалар. Келесі Алия, Арина, Даша. Хором читаем. Жоспар, план, таныс, знакомый, арала, обходи, Шипажай, санаторий. Жақсы, балалар. Жақсы. Сонымен жаңа сөздермен біз таныстық. Енді, балалар, біз бүгін сабақта Бурабай мен Баянауылда демаламыз, балалар. Бүгін мен бұл топ Барабой болады, балалар. Бурабай, Барабой. Хорошо. Бұл топ балалар
Баянауыл болады. Баянауыл болады. Жақсы балалар. Келесі. Келесі балалар. Қазір. Келесі мәтінмен танысамыз. Мәтінді оқимыз. Бүгін біз Баянауылда демаламыз, Барақойда демаламыз. Так, енді балалар тақтаға көңіл аударамыз. Баянауыл көрікті жерлері балалар. Мәтін Баянауыл, мәтін таратам балалар. Сіздерге Баянауыл, сіздерге Бурабай. Балалар, мен оқимын. Тыңдаңдар. Баянауыл ұлттық саябағы. Қазақстанның көрікті жерлерінің бірі Баянауыл. Оның сұлу табиғаты қорғауға алынған. Мұнда Баянауыл ұлттық саябағы бар. Баянауыл елді мекені курорттық аймақ. Баянауылдың ауасы денсаулыққа шипалы. Келесі Бурабай. Бурабай табиғаты көз тартар сұлулығымен, ауасының тазалығымен тартымды. Көкшетаудың інжуі ғажап бір мекені Бурабай. Келесі балалар. Мәтін Бурабай. Бурабай табиғаты көз тартар сұлулығымен, ауасының тазалығымен тартымды. Көкшетаудың інжуі ғажап бір мекен. Бурабай Көкшетаудағы ең әсем жер. Бурабай көлі емдік қасиетімен танымал. Суы таза, жұмсақ, тұщы. Бурабайда демалыс орындары көп. Адамдар Бурабайға демалу үшін барады. Балалар, жақсы, мәтінді тыңдадық, топқа бөліндік. Баянауыл тобы, Барабоев тобы. Келесі балалар, Баянауыл Барабойға сұрақ қояды. Барабойы Баянауылға сұрақ қояды интервью арқылы. Ал дайындалыңдар, балалар, готовимся к вопросу. Вопрос задает, значит, Баянауыл на Барабое, Барабой задает Баянауыл. Хорошо? Подготовитесь. Время даю, готовитесь. Дайындаламыз, балалар. Дайынсыңдар ма? Келесі, мен сіздерге микрофон беремін. Интервью әдісі арқылы біз Барабой тобына сұрақ қоямыз. Кім қояды сұрақ? Кім? Ал Әлия сіздер. Баянауыл қандай аймақ? Баянауыл мекенді курорттың аймақ. Келесі кім дайын? Ильяға бере ғой бала. Ильяға бере ғой. Илья, мұнда қарау біз мұнда. Сюда смотреть надо. Вы же задаете сюда. Мұнда Баянауыл ұлттық саябағы бар. Жақсы. Келесі кім дайын? Ал. Баянауылдың ауасы қандай? Баянауылдың ауасы денсаулыққа шипалы. Жақсы болады. Жақсы. Келесі. Кім дайын? Барабой. Кім дайын? Ал, оға. Бурабайдың табиғат қандай? Бурабайдың табиғаты адамның денсаулығына
денсаулыққа пайдалы. Айталы. Шипалы. Денсаулыққа пайдалы, шипалы. Жақсы. Келесі. Бурабайдың суы қандай? Бурабайдың суы қандай? Бурабайдың суы қандай? Бурабай суы тұшып жұмсақ. Жақсы. Келесі кім? Келесі қандай сұрақтарында дайындандыр? Кім тағы да? Оба, сенде қандай сұрақ? Сенде қандай сұрақ? Сенде? Бурабайдың табиғаты қандай? Бурабайдың табиғаты қандай? Кім жауап береді? Бурабайдың табиғаты қандай? Бурабайдың табиғаты адамның Шипалы. денсаулыққа шипалы. Жоқ. Адамдар Бурабайға не үшін барады? Бурабайға демалуға барады. Жақсы балалар. Қайда біз демалдық? Қайда демалдық балалар? Демалдық әлі балалар. Баянауылда, Боровойда. Келесі сұрақ балалар. Сонымен біздің Баянауыл қандай? Қандай аймақ? Қандай аймақ? Алия, говори. Баянауыл елді мекені курортты аймақ. Жақсы.